Баршаңызға сәлем. Сізді өз арнамда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін сіздерге өте танымал, халық арасында шарлотка деген атпен танылған пирогты жасауға кеңес беремін. Яғни алмалы бәліш дайындайтын боламыз. Бізге керек заттар алма, жұмыртқа, құмшекер, айран, ұн және де сұйық май. Көріп тұрғандарыңыздай, үйде бар заттардан жасалады, сол себепті менімен бірге дайындаңыздар. Шұңқылдау ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып саламыз. Оның үстіне шекерімізді қосамыз. Және де әдемі дәм беру үшін осындай ванилин қоссаңыздар да болады. Енді жақсылап тұрып 3-4 минуттай миксерлейтін боламыз. Біздің жұмыртқалы массамыз осылай әппақ болып көпіру керек. Ендігі кезекте сұйық майымызды қосамыз. Және 4 ас қасық айран қосамыз. Миксермен тағы бір шайқап аламыз. Келесі кезекте осы қамыр қопсытқышымызды ұнмен араластырып барып, жаңағыдай жұмыртқалы массамызға ұнды 2 бөліп салатын боламыз. Бір араластырып алған соң, ұнның қалған бөлігіне саламыз. Енді іртіп қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Ендігі кезекте ортасына салатын жаңағыдай салмасын дайындаймыз. Яғни алмаларымызды жақсылап жуып, тазалап, осылай жаңағыдай бөліктерге бөліп аламыз. Бір алманы мен осылай жаңағыдай жіңішкелік турадым. Оны біз бетіне әрлеуге қолданамыз. Ал қалған 2 алманы кубиктеп турап аласыздар. Оны ортасына салып, қамырмен араластырып жібереміз. Кез келген үйлеріңіздегі бар, осы формаға пісіре бересіздер. Менде бүгін осындай асты алынатын 22 сантиметрлік формаға пісірейін деп жатырмын. Астына май жақпаймын, жай ғана ұн сеуіп, үстіне қамырымызды құйып аламыз. Енді бағана дайындап қойған осы кубиктеп туралған алмаларымызды қамырдың бетіне салып, сол форманың ішінде араластырып аламыз. Немесе бұны бана ыдыстың ішіне салып араластырсаңыздар да болады. Шамалы араластырып алған соң, бетіне осы алманың жаңағыдай бөліктерін әдемілеп салып шығамыз. Дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай жасасаңыздар, әдемі болып шығады піскен кезінде. Және менде мұнда кішкене ғана малина бар еді, соны бетіне қосып жібердім. Бұл енді міндетті емес, болмаса қоспасаңыздар да болады. Енді пирогымызды 180-200 градуста 25 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыздың піскендігін осылай таяқшамен білсеңіздер болады. Біздің пирогымыз көтеріліп, осындай беті қызарып, әдемі болып пісті. Енді сіздерге ортасын кесіп көрсетейін. Өте нәзік мына бисквитімізбен ортасындағы алмалары екеуі қосылып, пирогқа керемет дәм беріп тұр. Сіздер де осы рецепт бойынша жасаңыздар. Әсіресе дәл қазір осы күз мезгілінде алманың көптеп пісетін кезі, сіздерді үйшілеріңізді осындай дәмді балғын, осындай алмалы бәлішті пісіріп
үй іштеріңіз қуанта беріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше күн жақсы болғай.